Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен Орео пирогын дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан ақ өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ең алдымен ысымызға 100 грамм май, 1 жұмыртқа, 50 грамм шамасында секер, барлығын қасықпен араластырып аламыз. Одан соң 180-190 грамм шамасында ұн, 20 грамм какао кондитерлік менде, және де жарты шай қасық разрыхлитель. Одан соң жаңағы май жұмыртқаны үстіне салып, ұнымыз, какаомызды барлығын біріктіреміз. Осындай жұмсақ тесті шығады, песочный. Холодильникке салып қойсаңыздар болады, немесе бірден қолдансаңыздар болады. Менде 400 грамм қаймақ, 3 жұмыртқа және 50 грамм секер. Бір ас қасық кукурузный крахмал қосып араластырамыз. Ұсақталған 6 дана Орео печеньесін қосамыз. Формамызға песочный тестімізді біркелкі қылып орналастырып аламыз. Үстінен салмасын құямыз. Салмасын құйып болған соң қасықпен осылай тегістеп аламыз. Піскеннен кейін формасы әдемі болып шығу үшін жанындағы бортиктарын саусақтың көмегімен осылай дұрыстап аламыз. Қалған 4 Орео печеньесімен пирогымызды әрлейміз. Мен пирогты 170 градуста электронды пеште 40 минут шамасында пісіріп алдым. Пирогымыз піскеннен кейін 1 сағатқа суытып аламыз. Осымен Орео пирогымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.